Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз құс шаруашылығы жайлы болмақ. Мен сіздерге уәде бергенімдей, мынау алдында алған 50 шақты бройлер балапандары жайлы бүгін видео түсіргім келіп отыр. Алдындағы кішкентай брудердан бүгін үлкен брудер жасап, ені 1 метр, ұзындығы 1,5 метр. Брудер жасадым 50 балапанға арнайы. Мынандай кормушка жасадық. Ар жағынан балапандар жейді, бер жағынан жем салуға ыңғайлы қылдырып. Соның ішіне 50 бройлерімді салып қойдым. Мінекей бройлердің балапандары. Ішінде бірнеше бас индюгім бар. Барлығын осы жерге қойып қойдым. Ортасына ниппельный поилкадан 6 штук. Осылай жасап жатырмыз. Енді бұлардың салмағы алған кезде 50-60 грамм шамасында болған. Қазір 240 грамм тартатындар бар. 200 грамм тартатындар бар. 200 граммнан кіші емес. 10 күннің ішінде старт комбикормынан бір қап кетті. Бүгін міне соңғысын салып қойдым. Ертең кешке дейін бұйыртса жетіп қалу керек. Ертең 11-ші күн бұйыртса ертең кешке ростқа ауысамыз. Көпшілігі жазып жатыр, индюктар қалай болып жатыр деп. Биыл үндіктерімнің выводы нашар, өкінішке орай өз жұмыртқам нашар болып тұр. Қораз нашар ма, жоқ. Ұрғаш аналықтар нашар ма. Балапандар туады, әлсіз туады. Инкубатордан шыққан кезде өліп қалып жатыр. Содан 5-6 үндіктің балапаны бар, сол осының ішінде жүр. Жалпы брудер дегенде бұл брудерда емес, балапандардың тұратын орны болып кетті. 2 ярустан істедім. Бұйыртса жақында тағы 50 балапан әкеліп, осының үстіңгі қабатына қоям. Мына жерге астын тазалайтын лоток жасармын. Бұйыртса су құятын ыдысы мынандай. Судың деңгейін тексеріп отырамыз. Сулары азайып қалды, су қосу керек екен. Жалпы мінекей түрі осындай. Бірінші қабатының асты ашық. Балапандар мына жерге тастай береді өзінің қажетсіз дүниелерін. Сосын астынан қырып, тазалап, жуып алам. Жалпы бүгінгі жаңалығым осы. Кеше бір поток үндіктің балапандары шықты. 44 жұмыртқадан 15 балапан шықты. Соның біраз өліп қалды, әлсіз. Талтақ болып шығып жатыр. Инкубацияның режимін бұлай да өзгертіп көрдім, бұлай да өзгертіп көрдім. Басқа инкубаторға салып та көрдім. Жақсы болмай жатыр. Былтырғыдан қарағанда нашар. Сондықтан биыл енді осы құстарды өсірем. Планды қалай қойғанмен де Құдайдың бізге деген өзінің пландары болады екен. Сондықтан енді осы балапандарды көріп, бір аптадан кейін бұйыртса тағы 50 бройлер әкелсем деген план бар болып тұр. Жалпы мынау ескі қорам ар жағында. Қазір жаңа қораның ішіндемін.
бір бұрышына ғана бройлер қойып қойдым. Қалғаны мінекей. Жаңадан салған қорам өткенде видеода көрсеткен. Әлі соңына дейін біткен жоқ. Мынау ары қарай шөп қоятын орынға шығатын жер. Кіреберістегі выключатель. Осы қорамды бір көрсетсем. Бұзауға берем деп әкеп қойған шөбім. Мына жерде бұйыртса қыста сиыр тұрады. Қораның ішін қосымша жылытып тұруға. Анау жерде 3 метр сайын арасы, кейбіреуінің 4 метр вентиляцияға орын дайындап кеттім. 3 жерден свет қосылады. Мына жерде біреу вентиляцияға, вентиляторға. Мынау вентилятор тартады. Екіншісі жарыққа. Жалпы жаңа қорамның түрі осы. Мына жерде бұйыртса 30 күнге дейін 100 бройлердің балапаны тұрады. 30 күннен кейін мына жерге жіберем. Анау жерде бройлердің балапанына және үндіктің балапанына арналған брудерлер орналасып тұр. Мінекей үндіктердің балапандары өте әлсіз, өте нашар. Негізі кәптің барлығы қоразбен аналықтардың ұсталуында сияқты. Жалпы жаңалық осы. Ардақты ағайын, қазақы күркенің жұмыртқасын сататын болсаңыздар, маған 100 қазақы күркенің жұмыртқасы керек биылға, жақын арада. Егер біреуден табылып жатса, хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің күрке шаруашылығындағы ақпараттар легі осындай болды. Қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп, істеп жатқан шаруаға қызығып, бауырларымыз осы құс шаруашылығына қосылсын деп, бізде осындай видеолар салып жатырмыз. Аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сәтті күндерде жүздескенше қош сау болыңыздар.